Так, достар, сәлем, қалайсыңдар? Кейін кезде маған TikTokқа мындай видеолар түсетті. Менің парақшама рекомендация үшін Jack J-Tour деген автокөліктер бар ғой, салоннан алынған, жаңадан алынған машине. Мен білмеймін, Allure автодан алынған ба, Сарық автопромнан алынған ба. Солардың сапасына негізі өте көп шағымдар түсіп жатыр. Кейбірлер тіпті алып, мысалы, 1 жыл болды алғаныма, оның ішінде 6 айы жаңа ремонтта жүреді дейді, жөндеуге апарып қоямыз дейді. Анау келісім шарттың бәрін бұзып, көлігін қайтарып берейін десек, қайтартқызбайды дейді, келісім шартты бұзбайды дейді. Оның құйтырқысын мен білем. Таяу арада 1-2 жыл болды, мынау заңға өзгеріс енгізген. Заңда былай жазып қойған, егер мынау өте күрделі құрылғы, сложный жаңағы конструкцияда, сложный товар дейді, мысалы, күрделі товардың қандай да бір ақау болса, ол ақау айтарлықтай сондай ақау болмаса, оны жөндеуге болатын болса, онда келісім шарт бұзылмайды. Ол ақауын жасап береді сізге, жаңағы товарды сатушы дейді, өндіруші дейді. Бірақ сіз келісім шартты бұзып, товарды қайтарып ақшаны ала алмайсыз. Сондай заң нормасын енгізіп қойғанда заңға. Сондықтан сізде де бірақ қана амал бар. Ондай автокөлікті ондай жерден алмаңыздар. Өйткені солай болып тұр. Енді сотқа барғанның өзінде сот айтады, міне заңда былай жазып тұр деп. Сіздің алған автокөлігіңіздегі ақау айтарлықтай сондай күрделі, жаман емес, оны жөндеуге болады. Сондықтан сізге жөндеп берсін дейді. Келісім шарт бұзылмайды, көлігіңізді қайтара алмайсыздар дегендей сондай уәжбен сот сізге жаңа қанағаттандырмайды сіздің жаңағы шағымыңызды, талап арызыңызды. Егер ондай мәселелер болса, мынау J-Tour Jack деген машине бойынша мен өзім көріп жүрмін, парақшама көп түсіп тұр. Маған жекеге шығыңыздар, сол мәселемен айналысып көрейік, бір шешімін табайық деген ойда. Рахмет.